Сәлеметсіңдер балалар, біз жас зерттеушілерміз. Бүгін біз дәрумендер туралы зерттеу жасап жүрміз. Дәрумендер деген не? Олар қай тағамдарда болады? Неге адамдарға қажет? Мен А дәруменімін. Мен асқабақта, өрікте, қызанақта, салатта және айранда боламын. Мені күнде тағамымен бірге пайдаланған балалардың көздері жақсы көреді. Мен бойларыңа күш қуат беремін. Ал мен Б дәруменімін. Мен балықта, картопта, ас бұршақта, сиыр етінде, жаңғақта, нан өнімдерінде боламын. Мен Д дәруменімін. Мен жұмыртқада, балықтың майында, сүт тағамдарында, ірімшік пен қаймақта болам. Мені қолданған баланың сүйегі мықты болып өседі. Бұл дәрумендер біздің ұлттық тағамдарда бар ма екен? Оны кім жақсы біледі? Кәне жайлауға барып, әжемізден сұрайық. Жайлауға, саяхатқа барайық. Айналайын балаларым, жайлауға қош келдіңдер. Әже, біз жайлауға ұлттық тағамдардың пайдасын, құрамында қандай дәрумендер бар екендігін білу үшін келдік. Әже, ұлттық тағамдар мен сусындардың пайдасы қандай? Балалар, ұлттық тағамдарымыз нағыз дәрумендер қазынасы. Қымыз бен шұбат бойға күш береді, денені сергітеді. Айран мен қатық асқазанды жақсартады, денсаулықты нығайтады. Құрт пен ірімшік сүйекті қатайтады, кальцийге бай. Ет пен сорпа қуат беріп, адамды шынықтырады. Осылардың бәрінде сендер зерттеген А, Б, Д дәрумендері бар. Біз түсіндік. Ұлттық тағамдар денсаулық пен дәруменнің көзі. Сондықтан дұрыс тамақтанып, ұлттық тағамдарды қадірлейік.